Құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға мада сөздердің грамматикалық сипаты деген дәрісімізді ұсынамыз. Мада сөздер деп айтылған ойдың шындыққа қатынасы мен сөйлеуші субъектінің оған деген түрлі көзқарасын білдіретін сөздерді айтамыз. Мада сөздер түркі тілдерінің бірқатарында негізінен көмекші сөздер тобына кіреді. Мада сөздерді объективті және субъективті модальдылық тұрғысынан жіктеуге болады. Сөйлемде айтылған хабардың ақиқат шындыққа қатынасының көрінісі объективті модальдылық болады. Ал хабарға деген сөйлеушінің субъективті көзқарасы қосылатын болса, ол субъективті модальдылық болады. Әдетте өмірде болып жататын түрлі құбылыстар, оқиғалардың барлығы да объективті модальдылықты береді. Мысалға, ол жақта қыз ерте түседі десек, ол өмірде болатын жағдай болғандықтан ол объективті модальдылық. Ал енді ол жақта қыз ерте түсетін сияқты десек, сияқты деген сөз арқылы оған адамның түрлі көзқарасы қосылып тұрғандықтан ол субъективті модальдылық болады. Тілімізде модаль сөздер қалай пайда болды дегенде, модаль сөздердің көпшілігі басқа сөз таптарынан, көп жағдайда тәуелді формадағы изофетті конструкциялардан қалыптасты деген пікір бар. Мысалға, қысқасы, ыңғайы, жобасы, қисыны, сыңайы деген сөздер тәуелдік жалғауындағы сөздер. Олар өзінің тәуелдік формасынан айырылып, тұрақты тілдік қолданыстарға айналып, адамның түрлі көзқарасын, яғни модальділік мән беру үшін қолданылып қалыптасқан. Сонымен қатар, модаль сөздердің көпшілігі үстеулер менен үстеу мәнінде қолданылатын зат есімдердің өзінің мәнінен айырылу арқылы жасалған. Мысалға, шын деген сөзді қарастырайық. Мысалға, адамның көңілі шын мейірленсе, ғылым білімнің өзі де мейірленіп, тезірек қолға түседі деген мысалда, шын деген сөз өтірік деген сөзге қарама-қарсы заттық мәндегі сөз. Ал енді ол мәселе туралы шын ештеңе білмеймін дегенде, шынында, расында деген зат есіміміз модаль сөзге айналып кетіп, адамның көзқарасын білдіріп тұр. Рас деген сөз, рас, өтірік деген мәндегі сөзге қарама-қарсы шындық мәнін беретін зат есім болатын болса, кей жағдайда қыстырма мүше ретінде модаль сөзге айналып қолданылады. Мысалға, мамандар егер рас айтса, астық өнімі жақсы шығатын көрінеді. Ал енді рас, Ділдәні Абай сүйіп қайтқан жоқ дегенде, рас екінші мысалдағы рас сөзі модаль сөз болып табылады. Модаль сөздер өзінің предикаттық, яғни баяндауыштық функциясынан айырылған баяндауыштардан жасалады дейді. Мысалға, бәрін білдіріп жүрген Кәрібайдың өзі көрінеді. Бұл жердегі көрінеді деген сөз етістік емес, бұл модаль сөз. Бастапқыда етістік болып баяндауыш қызметінде қолданылғанмен, өзінің мағынасынан да, функциясынан да айырылып қалған. Сонымен өзі деген есім сөзге тіркесіп барып, бұл модаль сөз мәнінде жұмсалып тұр. Сондай-ақ қазақ тіліндегі дейді, деседі, білем деген секілді кейбір сөздерде модаль сөз ретінде осындай баяндауыштық қызметінен айырылу нәтижесінде жасалған. Модаль сөздер кей жағдайда модаль тіркестердің бір компонентін түсіп қалу арқылы жасалады дейді. Мысалға, 7 қабат жер астындағы нәрсені білуі мүмкін дегенде, бұл жерде білуі мен қосылып мүмкін деген модаль сөз қолданылып тұр. Енді мүмкін губернатор келген күні шуламаңдар деп тыйып қоюы дегенде, модаль сөз қыстырма сөз ретінде жұмсалып тұр. Келесі, модаль сөздер сияқты, сықылды, секілді, тәрізді, тақылетті, рәушті, іспетті, әлпетті секілді сөздер негізінен бет, бейне, пішім, қорым, түр деген мағынаны беретін түбірлерден жасалған. Ал енді тіліміздегі бәлки, бәлкім,
әлбетте, зайыры, ықтимал деген сөздер дайын күйінде араб немесе парсы тілдерінен ауысып барып мада сөз ретінде қалыптасқан деген зерттеулерде. Қазақ тілінде қандай мада сөздер бар дегенде, мада сөздері өте көп деуге болмайды. Мына мысалдарды келтіруге болады. Сияқты, сықылды, әлбетті, сыңайлы, мүмкін, ықтимал, кәдік, анығында, шынында, зайыры. Сонымен қатар жеке сөздермен қатар аналитикалық форматтар түрінде де формалар түрінде де кездеседі. Мысалға, барса деймін, барсам деймін, барса керек, бару керек, баруға тиіс, деген секілді. Сыңайы бар, тәрізі бар, сай екен, ол мүмкін деген секілді аналитикалық конструкциялар арқылы да қолданылып модальділік мағынаға ауысқан тіркестеріміз көптеп кездеседі. Семантикалық тұрғыдан алған кезде модаль сөздер бірнеше түрлі мағыналарды береді. Мысалы, бірінші болжал мәнді модаль сөздер. Оған сияқты, сыңайы, сынды, әлпетті, жобасы, қисыны, бәлки деген секілдерді алатын болсақ, қажет, керек, тиіс, лазым деген секілді сөздер міндеттілік мағына береді. Ал енді кейбір модаль сөздеріміз, мысалы, көрінеді, етістігімен жасалған, екен формасымен келген сөздер сөйлеушінің айтылған хабардың ақиқат шындығына әбден көзі жеткендігін білдіреді. Ал енді кейбір етістіктеріміз арқылы жасалған модаль сөздер біреудің сөзіне сүйену арқылы не бір нақты дерек негізінде білдірілетін модальдік мағынаны береді. Оған мысалға де формасы. Жандарал кеңсесі ашулы дейді дегенде. Бұл конструкциялар әрине түгел модаль сөзге айналып кеткен жоқ. Бұл жерде көмекші етістіктің негізгі функциясы, беретін семантикасы модальділік мағына екенін ұмытпауымыз керек. Яғни көмекші етістіктердің барлығы дерлік модальділік сөзге түрлі модальділік мағына қосады деген сөз. Ал енді расында, рас, шындығында дегенде айтылған ойды өз тарапына қостау, растау мәнін беріп тұр. Ал енді әрине, әлбетте дегенде оған сенім мәнін қосып тұр. Барса екен, барса деймін дегенде аналитикалық тұлға арқылы тілек, қалау, ниет, пиғыл мәнді модальдік мағыналар жасалып тұр. Ал енді барар мекен, барса не қылсын, кім біледі секілді тіркестер сөйлеушінің сөйлемде айтылған хабар жөнінде күмәнді білдіріп тұр. Сонымен жалпы алғанда модальділік деген ұғым бар және модаль сөз деген ұғым бар. Модаль сөзге рас, мүмкін, шынында, расында, анығында деген секілді модаль сөздерді алатын болсақ, қалған осындағы мысалдар модальділік конструкция, яғни модальділік мағына беретін тұлғалар ретінде қарастырамыз бұларды. Қазақ тілінде модальділік тек қана модаль сөздермен емес, рай формалармен, етістіктің рай категориясы арқылы да берілетінін ұмытпауымыз керек. Қолданылу ерекшеліктеріне келетін болсақ, модаль сөздер көп жағдайда қыстырма сөз ретінде қолданылады. Сөйлем басында, ортасында, кей жағдайда соңында келіп қолданылады. Қыстырма мүше ретінде. Ал енді кей жағдайда сөйлемнің баяндаушының құрамында көмекші сөз ретінде жұмсалады. Мысалға, бару керек, бару тиіс, айтса керек, бару ықтимал, айтар білем деген секілді. Яғни бұл жерде сөйлемді жеке өзі емес, алдыңға мүшемен бірге тіркесіп келіп, сөйлемнің баяндаушы қызметін атқарып тұр. Ал енді кейбір модаль сөздеріміз таза өзіне модальдік мағыналарды береді. Мысалға, мүмкін деген әрдайым болжал мәнін береді. Кейде қыстырма сөз ретінде, кейде сөйлемнің баяндаушының құрамында сөйлем мүшесі ретінде баяндаушының бір мүшесі ретінде қолданылады. Мысалға, мүмкін олар үйде жоқ дегенде
қыстырма сөз болатын болса, әзір жасырынып жатуы мүмкін дегенде, жатуы деген етістікпен тіркесіп келіп, сөйлемнің баяндаушы қызметін атқарып тұр. Жалпы модаль сөздерді семантикалық тұрғыдан алған кезде толық лексикалық мағынасы жоқ көмекші сөздердің қатарында қарастырамыз. Ал енді сөз табы ретінде семантикалық принципке ғана жауап береді, себебі түрлену жүйесі өзіне тән қызметі жоқ. Бір ғана семантикалық принциптің негізінде сөз табы ретінде танимыз. Ал сөз тобына келген кезде көп ғалымдардың еңбектерінде аталмайды, дегенмен өзіне тән қызметі, өзіне тән жеке дара семантикасы болмағандықтан оларды көмекші сөздер тобында қарастырамыз. Қазақ тіл білімінде модаль сөздерді арнайы зерттеген ғалым Ербол Жампейісовтің 1958 жылы қорғаған кандидаттық диссертациясы қазақ тіліндегі модаль сөздер деп аталады. Сондай-ақ оның шәкірті Сәрсен Құлмановтың мүмкіндік модальдігін зерттеген еңбегі бар. Және модаль сөздерге қатысты толық ақпаратты 2002 жылы шыққан академиялық қазақ грамматикасынан қарап біліп танысуларыңызға болады. Назарларыңызға